Баршаңызға сәлем. Бұл видеода шаштың түсуін тоқтатып, оның тез әрі қалың болып өсуіне көмектесетін әдістер жайлы айтамын. Алдымен каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Шаштың түсуінің жоғарылағанын байқасаңыз, оны тоқтатуға асығыңыз. Шаштың шамадан тыс түсуіне көптеген факторлар себеп болуы мүмкін. Соның ішінде витамин тапшылығы, тұрақты стресс, сондай-ақ дұрыс емес шаш күтімі, босанғаннан кейін денеде гормоналды өзгерістер болуы мүмкін, немесе айталық генетикалық факторлар, аурудың салдары немесе кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдау. Дегенмен, шаштың түсуінің өзі қалыпты жағдай. Әрбір шаштың белгілі бір өмірлік циклі бар. Циклдің соңында шаш өледі. Сонымен бір күнде сіз 50-ден 150-ге дейін шаш жоғалтуыңыз мүмкін. Bir күн бұрын шашыңызды жаймасаңыз және байлап ұстасаңыз шаш түсуі көбірек болады. Тамырларды қалай нығайтуға болады? Шаштың түсуі процесін тоқтату және шаштың тығыздығын қалпына келтіру 1 аптадан астам уақытты қажет етеді. Шаш түсуіне қарсы маска жасау өте қарапайым. Сізге тек дұрыс ингредиенттерді сатып алып, оларды араластыру қажет. Жұмыртқаның сарысынан негізделген маска шашты тамаша нәрлендіреді және нығайтады. Дайындау үшін сізге қажет 2 жұмыртқаның сарысы, 40 мл коньяк, 40 мл су. Барлық компоненттерді біріктіріп, біртекті консистенцияға дейін араластыру керек. Масканы бас терісіне жағыңыз. Өнімді саусақтарыңызбен сүртіңіз. Әрі қарай сіз басыңызды целлофанмен жауып, үстіне оны сүлгімен немесе орамалмен орауыңыз керек. Жарты сағаттан кейін су сабынмен жуыңыз. Арақ пен бұрыштың маскасы шаштың жылдам өсуіне және әлсіз бұйраларды нығайтуға арналған. Ол мыналардан тұрады: алоэ жапырақтары 100 грамм, орташа мөлшердегі қызыл бұрыш, 200 мл арақ. Масканың барлық ингредиенттерін араластырып, 3 апта бойы қараңғы салқын жерге қою керек. 2 ай бойы күн сайын бас терісіне жағыңыз. Шашқа арналған қарапайым маскаға рецепт: аздап 15 мл кастор майын жылытыңыз, 35 мл бал және 1 жұмыртқаның сарысын қосыңыз. Масканы шашыңызға 25 минут ұстаңыз. Су сабынмен жуыңыз, байсам жағыңыз. Тұрақты және дұрыс қолдану арқылы сіз шаш түсуін ертерек тоқтата аласыз. Шаш түсуіне арналған ашытқы маскасы. Ашытқы құрамында В тобындағы барлық дәрумендер бар. Сондықтан оларды үйде шашты нығайтуға арналған өнімдерді дайындау үшін жиі пайдаланады. Пияздың шаш фолликулаларын нығайтуға арналған тамаша халықтық құрал екені бұрыннан белгілі. Ашытқы маскасының бөлігі ретінде бұл көкөніс шаштың түсуін тоқтатуға және алдын алуға көмектеседі. Сізге 2 ас қасық ашытқы, қайнаған жылы су, 1 шай қасық қант және 3 ас қасық пияз шырыны қажет. Пияз шырынын жарты пиязды майда үккіште өткізіп, целлюлозадан шырынды дәкемен сығу арқылы алуға болады. Ашытқыны қант қосылған суға салып, жылы жерде 30 минут бойы қою керек. Содан кейін пияз шырынын ашыту массасына араластырыңыз және қоспаны бас терісіне 30-40 минут бойы жағыңыз. Содан кейін су сабынмен шайыңыз. Әйтпесе пияздың иісі шашта қалады. Достар, бұл әдістерден пайдаланып көріңіздер. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.